Салем достар, мен Асқар Тұрымқасан және қазақша бейне сабақ арнасы сіздермен бірге. Ал енді бастайық. Бүгін сендерге көрсететін сабағым ол Юкозда қалай видео жіберу. Оған видео жіберу үшін екі тәсілі болады. Ең бірінші тәсілі ол сіздерге мен кіріп көрсетейін. Мынау менің сайтым, кіріп отырыңыздар. urok.gaz.visos.net деген скрин кірдім. Ең бірінші ол не? Мультимедиа загрузить видео save mp3 YouTube музыка. Осылар арқылы. Ал енді отключить конструктор маған бір бейне сабақ қосу керек бұл сайтқа. Мен біреуін қосып мен тағы да қосу үшін добавить материал. Сосын мында бейне сабақ соқтыру категориясы. Название ол бізге керек название материал. Мысалы бізге керек сабақ ол сіздерге көрсетемін. Міне мына сабақты қосып көрейік. Менің атын жазып аламыз қазір. Бұны өз немізге дәулет ету үшін бізге бірінші атын жазылайық. Видеоның атын. Жазып алдық атын. Сосын бізге керек әрине мұнда тағы да бір атын жазамыз. Мысалы осы атты көшіріп қайтадан осы жерге қоюға болады. Көшіріп қоямыз, өшіптеміз сосын қазір. Жоқ, енді сіздер басқаша қоюыңыз мүмкін. Мен осылай қойып қойдым мысалы. Ал екіншісіне мұнда жазылып тұрады panel код, vv код және panel html коды жазылып тұрады. Мұнда бізге керек ол html код керек. Мысалы поделиться басамыз. Поделиться басамыз видеодағы нені. Кешіріңдер, мен қуып жатыр ғой. Енді болуы мүмкін. Болмай тұр. Басқа видеоны алып қойып жарайды. Мысалы бір қызық видеоны алып көрейік. Прикол. Негізі алуым керек, менде жаңа салған соң ба алынбайды. Мен алсайық бір видеоны бір әртүрлі видеоны ала салдым, өздерін көрсетейін. Сосын поделиться деген бар. Қазір астарына ашылсын. Немесе мұнда ашылмай жатса поделиться деп сіз видеоның шетіне басып, жаңа өзінің видеоны аласың. Мына жерден басылмай жатса поделиться дегенде басылмай жатса, мысалы егер сізге басылмай жатса, онда сізге керек html код дегенді копировать html код деп бассаңыз, сосын мұнда келіп вставить деген басамыз, немесе вставить деген мысалы ctrl-ны бассаңыз. Сонда бізде қойылды HTML код деп. Ең бірінші мынаны қоймай тұрып, бізге керек panel HTML код дегенді басып алу керек. Сосын барып қоя бересіз. Түсіндіңіз ғой, осылай қоясыздар. Сосын мұнда ештеме жазып керегі жоқ. Егер жазғыларыңыз келсе жазасыз, жазғыларыңыз келмесе жазбайсыз. Сосын добавить дегенді басамыз. Міне материал успешно добавлен. Енді жақсы добавлет етілді. Міне көріп тұрсаңыздай осы қойылды. Екінші видео қойылып жатыр. Бейне сабақтарға қайтадан кіріп көрейін. Көрдіңіздер ме? Компьютердегі тіл панеліне қазақша тілді қосу. Компьютер тіл панеліне қазақша тілді қосу. Қалай сайт жасауын ете өтіп, иә? Сосын қазір сіздерге мында үлкен болып көрініп тұрды. Оны өзгерту үшін шетінен басып, редактировтен басып, сосын мында мынау керегі жоқ бізге. Сосын қайтадан сохранить. Мен көріп қойылды.
Казакча бейне сабактарга кирип, міне көрдүңүздөр компьютерде тил панелине казакча тилди косуу. Мында калай жасайбыз? Эки видео мында давать этилипти. Рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болуңуздар. Келесі сабакта мен сендерге көрсөтетиним ол калай башкача жол менен видео жиберүү мында. Юкос сайтынан башкача неме видео жиберүүнү көрсөтөм. Сау болуңуздар. Және достор, арнага жазылууну унутпаңыздар.